Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Айгерім. Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді болып пісетін үй жағдайында фри дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, сырты қытырлақ, ал іші өте жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге картоп қана керек болады достар. Жуып тазалап, осылай видеода көрсетілгендей ұзынша етіп турап шығыңыздар. Достар, мені қолдап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Міне мен картоптардың бәрін жуып алдым. Енді осының крахмалы шығу үшін бірнеше рет жуамыз. Суымыз тап-таза болғанша жуып шығуымыз қажет. Мен 3-4 мәрте жудым. Енді осыны бөлек ыдысқа саламыз. Енді біз салфеткаларымызды алып, немесе кәдімгі орамалды алып, картоптарымызды кептіріп алуымыз қажет. Өйткені қазір майға қуырған кезде атқыштап кетуі мүмкін. Сол себептен әбден құрғатып аламыз. Достар, енді тезірек картоптарымыз кебуі үшін үстінен осылай салфеткамен басып шықсаңыздар болады. Енді біз картоптарымызды қызып тұрған майға қызартып тұрып қуырып аламыз. Сонда сырты қытырлақ, іші өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер достар. Міне біздің фриларымыз дайын болды. Енді дәміне қарай тұз қосып жүрсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Балаларыңызға, үй ішіңізді қуантуға міндетті түрде жасаңыздар достар. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Айгерім.